Достар, бір подписчик Қаскеленнің геймпланын сұрап жатыр, қайдан көрсе болады деп. Ең бірінші Қаскеленнің өзін көрейік, қазіргі ситуациясын. Мысалы, мынау, енді мен Қаскеленге шын білмейді екенмін. Мынау жоғарғы трасса, мынау Ташкентский жаңағы Райымбек көшесі. Мынау қаланың өзі. Енді былай қарасаңыз, енді түзу жол жоқ десе болады, әйтеуір мини бардак, кішігірім бардак. Енді бұның геймпланын көру үшін, геймпланын көретін болсақ, мұның геймпланы ашылды. Қалай болатынын, мынау трасса, жоғарғы трасса. Мынау мен түсінген бойынша Абай көшесі ұзартылып келеді осыған. Көрдіңіздер ме, кәдімгідей енді порядок болатын сияқты. Геймпланға қарайтын болсаңыз, кәдімгідей үлкен жолдар, көшелер. Мынау Райымбектің трассасы. Мынау мен түсінген бойынша СДУ жолымен кіретін жол, мен кольцомен кіретін жол. Осындай геймплан. Геймплан қай көшені, қай участокты кесіп өтеді, қалай красный линия қалай өтеді көру үшін көре аласыздар. Ол үшін EGKN деген өте жақсы сайт, осыны ашасыздар. EGKN-ның оң жағында мында слой деген бар. Слойды ашасыздар. И слойда генеральный план галочка қоясыздар. ПДП галочка қоясыздар. Сонымен бұлай ашылады. Егер қоймасаңыздар, мына красный линия қоймасаңыздар, красный линия болмайды. Өте оңай, өте ыңғайлы, қай көшені кесіп өтетін, қай участокты. Ал егер мысалы сіздің жеріңіз мынау ма, немесе жалпы өз жеріңізді табу үшін, мына жерде поиск деген бар. Мына поиск. Осында кадастр номері өзіңіз жазасыздар. 03-056 және өзіңіздің номеріңізді жазасыздар. Сол кезде кадастр номері шығады, и сіздің жеріңізді қалай кесіп жатқанын көре аласыздар. Болды, қолданыңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Бірақ айта кететін жайт, мысалы, EGKN-ге өте жақсы сайт, сенуге болады, жаңағы жерлер туралы. Кадастр номері, орналасу деген сияқты бәріне сенуге болады, бірақ именно мына красный линияға мен мысалы сенбеуші едім. Енді жалпы көруге болады, жалпы бұл геймплан бұйырса солай болады деп болжап жатыр, сол үшін бас жоспар жасап жатыр. Бірақ тура қазір міне осылай деп мен айтпаушы едім. Көрдіңдер, салыстырып көрдіңдер.